Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, құрметті көрермен, 7-ші арнаның эфирінде 7-ші студия. Біз бүгін қашанғыда елге, жұртқа, мемлекетке өте маңызды тақырыптарды талқыға салатын боламыз. Және талқыға тасталған барлық мәселенің салдарымен күресудің жолдарын айтамыз. Себебін айқындаймыз, яки шешу жолдары да дәл осы студияда талқыланатын болады. Бүгін біз бағдарламаға арқау етіп алған тақырып бұл мемлекет басшысының биылғы Қазақстан халқына жолдауы. Расында бұл өте өзекті және мемлекеттің дамуына арналған ең маңызды концептуалды құжат десек болады. Себебі биылғы жолдауда жасанды интеллект туралы айтылды. Тіпті мемлекетіміз алдағы 3 жылда жаппай цифрлық мемлекетке айналу керектігі туралы айтылды. Елімізде салынатын тұңғыш смарт қаланың құрылысы, оған келетін инвесторлар мәселесі айтылды. Инвестор демекші, мемлекетке тартылу керек инвестицияның көлемі және оған жауапты азаматтар нақты бекітілді. Бұдан бөлек өңдеу өнеркәсібі дейміз, инфрақұрылым дейміз, тұрғын үй шаруашылығы дейміз, мынау урбанизация процесс дейміз. Барлығы биылғы жолдауға жүк болды. Ендеше осылардың бір қатарын бүгін біз студияда талқылайтын боламыз. Алдымен біздің студияның қонақтарымен таныс болыңыздар. Әуесбаев Нұрлан Сатуалдылы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, және Асылбек Нұралин, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Қош келдіңіздер. Құрметті спикерлер, құрметті менің әріптестерім. Бүгін айтатын тақырыптың жүктің ауыр екенін біліп отырмыз. Ең алдымен мына мәселеге тоқталғым келеді. Білесіздер ғой, осының алдындағы бағдарламаның шығарылымдарына Нұрлан мырза өзіңізбен де, Асылбек мырза өзіңізбен де біз жұмысшы мамандықтар жылын талқыладық. Жұмысшы мамандықтар жыл бел ортасынан асты. Не істелді, тағы не істелу керек? Жұмысшы мамандықтарды 30 жыл бойы қағажу көрген жұмысшы мамандықтарды қалай қолдауымыз керек дегенді айттық. Биылғы жолдауда мемлекет басшысы осы мәселеге тағы бір мәрте оралды. Осыдан ақ жалпы мемлекет басшысының әрбір жолдауы бұл үнемі бір жаңа дүние шығару емес, ал бұрынғы берілген тапсырмалар қалай орындалды және енді қандай қадамдар жасау керек деген үлкен бір сабақтастықтың бар екенін көреміз. Мемлекет басшысы айтты, біз 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияладым деді. Жыл сайын мыңдаған инженер, құрылысшы және ауыл шаруашылығы маманы оқу бітіріп шығады деді. Оларға білім беру үшін мемлекет қомақты қаражат бөліп жатыр деді. Алайда көбі сол мамандардың мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Олар арнайы білімді қажет етпейтін, тез табыс әкелетін жұмыстарды таңдайды деді мемлекет басшысы. Және де олар экономиканың нақты саласында жұмыс істеуге ұмтылған жөн. Осыған мемлекет қажетті жағдай жасау керек. Жұмысшы мамандықтарына деген құрметті арттыра түсуіміз керек. Оларға лайықты жалақы төлеу керек. Бұл мемлекетіміздің алдында тұрған негізгі міндеттің бірі деді. Асылбек мырза, осы енді өнеркәсіп саласында қаншама жыл еңбек еттіңіз? Кәсіподаққа да жетекшілік етесіз. Мәселеге тоқталайықшы. Осы жұмысшы мамандықтармен, ауыл шаруашылығы болсын, құрылысшы болсын, инженер болсын, сол мамандарды дайындаған кезде біз болашақта нарыққа шығатын мамандардың тиісті әлеуметтік жағдайын жасай алмағандықтан олар, президентіміз айтқандай, мамандығы бойынша жұмыс істемей басқа салаға кетіп жатыр ма? Жоқ әлде оларды оқыту процесінде мемлекетке жұмыс істейміз, мына бір салаларды дамытамыз дегенде идеологиялық жұмыстардан, оқу орындары түсіндірме жұмыстарынан үлкен кемшіліктер жіберіп алып жатыр ма? Мәселе неде? Расымен мемлекет оларды оқытуға қыруар қаржы жұмсайды, бірақ түбінде біз осы нақтылы секторға, экономика нақты секторына маман тапшы екенін үнемі айтуға мәжбүрміз. Проблема неде? Қалай шешу керек президент айтқан осы мәселені? Нартай Байұлы, сұрағыңызға рахмет. Расында да бұл біздің мемлекет басшысы өткен жылдың аяғында осы жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялаған 2020 үстіміздегі жылды. Бұл әрине өте маңызды, өте керекті осындай үлкен бір іс-шара болды. Енді расында да сіздің жаңағы нақты сұрағыңызға жауап беретін болсам, расында да бұл кейбір кәсіпорындарда мынау мемлекет тарапынан оқу орындарында кәсіптерге дайындайды, бірақ оларды көбісі керек болмай қалады. Расында бұл жерде сұрақ бар. Сондықтан мына кәсіпорындармен бірлесе отырып, шешсе ол дұрыс болатын сияқты. Сондықтан бізде мысалы тау-кен металлургия саласында, былайша айтқанда нақты экономика саласында көптеген ірі кәсіпорындардың өздерінің оқу орындары бар, колледждері бар. Жаңағы оларда сол керекті мамандарды дайындайды. Бірақ соның ішінде де біз естіп біліп жатырмыз. Осында кейбір жерлерде
ол оқуын бітіріп, бірақ сол өзінің сол қызметіне істемейді жұмысты. Сондықтан бұл жерде сұрақтар көп, соны түбегейлі шешу керек. Өйткені керекті ғана мәселелерді. Жаңа өзіңіз басында айтып кеттіңіз, бұл жолдаудың енді басты тақырыбы мынау жасанды интеллект, креативті индустрия дейміз. Соған байланысты біз керекті мамандықтарға оқытуымыз керек. Президенттің айтып отырғаны да сол. Өйткені біз мынау вспомогательный жұмыстарға дайындық олар да керек. Бірақ соның ішінде біз білеміз, көптеген мамандықтар бүгінгі таңда олар бүгінгі таңда керек жоқ. Бірақ сондықтан ең басты мамандықтарды оны алып соларға дайындауымыз керек оқуға. Жақсы. Нұрлан мырза, тағы бір маңызды мәселе мемлекет басшысы жолдауда көтерген бұл инфрақұрылым мәселесі. Инфрақұрылым бұл қала туралы, жол туралы, жарық дейсіз ба, су дейсіз ба, бұл туралы жекелей мемлекет басшысы нақты тапсырмаларды, дәйектерді келтіріп өтті. Әсіресе мына туризм саласы туралы айтқанда да, енді бәріміз білеміз ғой, бұл салада инфрақұрылымға қатысты қандай проблемалардың бар екен, оны жасыратын жоқ. Біз қаншама орталық бар, қанша шетелден басқадан азамат тарту керек дейміз, бірақ заманауи инфрақұрылымдарды ол жерлерге әкелу кезінде үлкен кемшіліктердің бар екенін көзімізбен көріп отырмыз, оны жасыратыны жоқ. Осы тұрғыда мынау жол мәселесін, темір жол қатынасы дейміз. Тіпті мынау жуырда үлкен темір жол байланысында жасалатын мемлекет басшысы айтып өтті. Дей тұрған мен осы инфрақұрылым мәселесін толыққанды шешуге не кедергі болып отыр бізге? Өте орынды жақсы сұрақ қойдыңыз. Шын айтқанда осы жолдауда ең басты 6 бағыттағы жаңағы сұрақтар, мәселелер көтерілген болса, өте өзекті. Соның ішінде логистика мәселесі. Логистикалық әлеуеті өте зор ғой Қазақстанның, Еуропаның, Азияның арасындағы. Бұл біз енді тұрған мемлекет. Біз енді өзіңіз көріп тұрсыз, Құдайға шүкір, кең байтақ Қазақстанымызға бірінші кезекте логистика. Жол болмай, ешқандай жол айтады ғой, жол қымбат, бірақ жолдың егер оған шығын шығарып істемесең, жол азабы одан да қымбат дейді. Сондықтан ол мәселе бірінші кезекте осы инфрақұрылым дегенде бірінші кезекте байланыс пен жол мәселесі, соның ішінде жолға егер бұлай тоқталып өтетін болсақ, ол өте өзекті. Енді бізде бұға дейін де біраз бағдарламалар болған, нұрлы жол болды, басқа болды, біраз жерліктер істеді, аяқ жағы әртүрлі оқиғалар болды, ішті жеді кетті, көптеген үлкен құрылыстар жолдардың ақшаларын жеп кетті, басқа қылды, анау болды, мынау болды. Бірақ негізі ол бағдарламалардың бәрі дұрыс еді. Енді бүгінгі таңда уақыт күтпейді. Мынау әлемде болып отқан өзгерістердің бәрі біз егер бұлай қазақша айтқанда соңғы вагонға үлгеруіміз керек. Қазір соншалықты өзгерістер бұрынғы біздің көзқарасымыздағы мәселелердің бәрі қазір басқаша болды. Әлемде өзгерістер өте көп. Оның ішінде сол үрдістен қалмау үшін бізге әртүрлі салалар дамыту, оның ішінде жаңа логистиканы тағы да бас айтайын. Енді мысалға ертел кеш мұнайда кімге міндеттеуіміз керек, Нұрлан мырза? Бұл басты мәселе, бұны бүкіл халық болып істеу керек, бірақ бұған енді арнайы бізде жол транспорт министрлігі бар ғой. Бұл оған үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Өйткені бұда басқаша бұрынғыша қарап қалсақ, біз өте артта қалып қаламыз. Бірақ мәселені алайықшы, ол жаңағы логистикада темір жолда жаңағы бүкіл келіп атқан мейлі инвесторлардан болсын, басқа жақтан болсын, біздің тауарларымыз ары-бері жүріп жатыр. Ол вагонның, темір жолдың саласының жүру кестесін жылдамдату, оның темір жолды пайдалану эффектісін арттыру, вагон жүйесін дамыту, ол өзі толып атқан бір мәселе. Ал енді мына автожол көлігін алатын болса, жолдарды салу керек, олардың сапалары үлкен сын көтермейтін мәселелер бар. Сондықтан оны енді біршама жолдар салып жатырмыз, бірақ ол жаңағы ақылы басқа сондай. Ал бірақ әлі жол салынбаған өте қажет ететін мәселелер өте көп. Мен мысалға әшейін қарапайым бір нені айтайын. Мына Қарағанды облысында Шет ауданында осы Аяқши дейтін жаңағындай ауыл бар. Бірақ ауыл дегенмен оның әуелеті үлкен жоғары. Ар жақта 8-9 шаруа қожалығы қыруар мал асырап жатыр. Енді олар сол малдың еттері өткізейін десе, болмаса анандай тамшылату, суғару техникаларын әкеліп жатыр. Ол жігіттерге өте риза болдым. Сондай жақсы жұмыстар істеп жатыр. Бірақ
сол ауылға баратын нәйеті бір 25 километр жерді әлі жылдар бойы салынбай жаңағы даламен жүру. Сонда олардың өткенде көрген азабы, олар маған осы мәселе бойынша хат жазды. Сол көрген азабы жаңағы тамшылатып өсіру техникасын жеткізіп, соны құрып монтаж жасауға байланысты апарған көрген қиыншылығы анау сатып алған техникасынан да қымбатқа түсті. Көрдіңіз ба жолдың азабы қандай? Сондықтан мен әшейін бір ғана кейін біз таңғаламыз азық-түлік қымбат деп дейсіз. Неге қымбат дейміз, иә? Олар адамдар істегісі келмей тұрған жоқ емес, істегісі келіп тұр. Бірақ жаңағы мәселені көптеген мәселе жол шешпейді. Мысалға, біздің жаңағы туризм мына Шығыс Қазақстанда алайық, анау Шаманайқы жақтағы анау жолдардың бәрі, мына жақтағы жолдардың бәрі. Негізгі туризм дамыту жөнінде мен қазір бір нәрсе еске түседі. Осыдан бір жыл бұрын біз Ерлан Жақановичтың бастауымен парламентаралық байланыспен Өзбекстанда алдық. Сонда Өзбекстанда болған кезеңде үлкен әңгімелердің бірі сол Өзбекстанда мысалға Ташкент, Самарқанд, Қоқан жаңағы туризм маршруты целый эшелон пойыз жүреді. Біз соны жаңағы біздің басшымыз соны сол маршрутты Қазақстанға кіргізіп Түркістан арқылы өткізуге. Егер сол мәселе дұрыс шешілсе, қыруар қаржы бізге келеді. Өйткені жаңағы барған, мен өз көзімізбен көрдік, жаңағы маршруттар бойынша туристер, оның ішінде қытайлықтар мен особенно Кореядан келген азаматтар қаптап жүр. Ол мына турист деген өте бір жағына қараңызшы. Ол тек қана олар келгенде құйған тек қана ақшасы емес. Жаңа мұнай ғой бұл деген. Жаңа мұнай. Міне өте дұрыс айтасыз. Бұл өзіңіз айтпақшы, жаңа мұнай, өйткені мұнайда мәңгі болмайды ғой. Біз қазір соны күтіп отқанша, оға дейін туризмді дамытсақ, қаншама ақша құйылары. Жаңағы қаптап отқан жаңа Қытай мен Кореядан келген туристер, олар үш қаланы жақсы көріп жатыр. Ташкентке, шын айтқанда Өзбекстанға туризммен қаржы қыруар құйылып жатыр. Енді соны біз мына Түркістанмен жалғастырып жүрсек, өзімізді жаңа түркі әлемімен байланыстырып осыны. Соған байланысты мына Түркістанға байланысты ерекше статус берілді ғой. Сондықтан бұл өзі ары қарай жалғаса береді. Бірақ айтайын дегенім, бұл туризмді дамыту үшін тағы да жол керек, логистика керек, барлық уақытта керек. Түсінікті. Енді мемлекет басшысы көтерген тағы өте маңызды мәселе бар, Асылбек мырза. Бұл енді сіздің жаныңызға жақын мәселе болу керек. Бұл мынау тау-кен металлургиясы. Өнеркәсіпке қатысты мәселе. Мемлекет басшысы айтты, өңдеу өнеркәсібінің дамуына жаңа серпін беретін уақыт келдіреді жолдауда. Тау-кен металлургиясы қашанда Қазақстанның жаңа индустриалдық қалыбының сенімді тірегі болып келеді. Оның ел экономикасындағы үлесі 8%, бірақ саланың даму әлеуеті зор деді. Осыдан мемлекет басшысы 8% дегеннің жеткіліксіз екен, әлі де біздің экономикаға оның беретінінің өте көп екенін және сол межеге жетуіміз керек деген тапсырманы осыдан айқын көруге болады. Сіздіңше дәл осы тау-кен металлургиясы Қазақстанның жаңа индустриалдық қалыбын жасау кездегі үлесін 2-3 еселеп арттыру үшін бұл айналып келгенде жұмыс орындары, бұл айналып келгенде табыс, бұл айналып келгенде салық, бұл айналып келгенде тұтас бір мемлекеттің және де сол өңірдің әлеуметтік мәселесін шешіп беретін үлкен кластер десек болады. Сіздің осы тау-кен металлургиясының ел экономикасында үлесін арттыру үшін, ондағы өнімдердің тек қана шикізат емес, өңдеу өнеркәсібі арқылы олардың түпкі өнімге жақындата түсу үшін дайындалған біздегі материалдардың қандай шаралар қабылдау қажет? Кімге қандай міндеттеме қою керек? Енді бұл мәселе туралы былай айта кететін болсақ, бұл енді жаңағы өзіңіз айтқан шикізат ретінде емес, дайын өнім ретінде шығару керек әрине. Өйткені мынау біздің осы 5-6 аймақта үлкен ірі кәсіпорындар орналасқан. Мысалы Ақтөбе облысында, Қарағанды, Ұлытау облысында, Шығыс Қазақстан, Павлодар облысында. Ол жерлерде көп шығатын өнімдер ол шикізат ретінде шығады. Сондықтан оның бағасы да аз болады. Мысалға, Қазақмыс корпорациясын айтатын болсақ, бұл компанияда мысалға 400 мың тоннаға жақын мыс шығады. Соның көпшілігі 90%-дің үстіндегісі ол шикізат ретінде кетеді. Енді оны біріншіден әрине Қытай жанымызда, Қытай мемлекет, сонда кетеді мысымыз. Ол бізге сосын жаңа машина болып, электромобиль болып келеді. 100 есе қымбат болды. Сондықтан осыдан бір 10-15 жыл бұрын сондай кәсіпорындар ашыламыз деп, кабель заводы бар, басқа сол мыстан өндіреді. Сондай бағдарламалар болған. Оның бәрі аяғына жетпей қалып қойды.
Сондай мәселелерді біз көтеруіміз керек бүгінгі таңда. Әрине бүгінгі таңда мына инвестиция мәселесін президент айтып кетті. Ол инвестиция мәселесінде тартуымыз керек ірі кәсіпорындарға. Ол да бір басты бір үлкен сұрақ екені белгілі. Енді осыған байланысты жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Мынау еңбеккерлердің мысалға осы қазір автоматтандырып жатырмыз ғой бүкіл кәсіпорындарды. Сондықтан бұл жерде біздің оптимизация дейді. Сондықтан адамдарды қысқарып та қалатын жағдайлар болады. Сондықтан жаңа жұмыстарын ашу керек. Соған мұны жаңа ұштастырып, жаңа кәсіпорындар ашса, жаңа дайын өнім шығатын, онда жаңа жұмыс орындары болады. Сондықтан осы мәселелерді бір-бірімен ұштастырып, солай ұйымдастыру керек қой деп ойлаймын мен баста. Аслық бір жаңа сіздің сөзіңізден ұққаным, бізде жаңа кабель зауыты басқа дедіңіз, президент айтып өткендей, қазір инвестиция тарту саясаты мардымды деп айта алмаймын, қаражаттың көбі шикізат салаларына жұмсалып жатыр деді ғой. Жалпы жаңа сіздің сөзіңізден айтып отырған кабель шығаратын зауыт деп қалдыңыз, мыстан. Демек бізде шикізаттан ада болатын дайын өнім жасауға дейін қадамдар болды. Болды. Неге сәтсіз болды? Сол орта жолда қалып қойды. Өйткені әрмен қарай сол жағында инвестиция мәселесі бар. Мемлекет ақша салмай қойды ма әлде? Жоба жоспар дұрыс болмады ма? Кәсіпорындар. Өйткені кешірім сұрайын. Жаңа көрші ел алған кезде 100 есе қымбатпен келеді дедік. Біз қазір берген 1 теңгенің орнына 100 теңге ала алатынымызды көріп отырмыз ғой. Түйткіл неде сонда? Енді ондай өнімдер жаңа шығаруға мүмкіндік бар екені белгілі. Бірақ енді сол жаңа бүгінгі үлкен компанияларды басқарып отқан азаматтар, солардың акционерлері осыны ойлау керек біріншіден. Расында да бүгінгі таңда жаңа өзіңіз айтып отырсыз, жалпы өнімнің 8% деп. Ірі кәсіпорындар. Біз өте бай мемлекетпіз. Сондықтан әсіресе мына тау-кен металлургия саласында шықпайтын жаңағы өнім жоқ, бәрі бар бізде. Түр-түрі бар металдың. Сондықтан осы жақты енді менің ойымша президент айтқан өте дұрыс. Сондықтан осы сұрақтарды әрмен қарай да жалғастырып, үкімет тарапынан сонда жаңа бағдарламалар қабылдану керек. Мынау дайын өнім шығару үшін соған атсалысуымыз керек бәріміз. Ол заңдарды да бір өзгертіп қарауымыз керек шығар деп ойлаймын. Инвестиция тарту мәселесіне біз жаңадан қарауымыз керек, өйткені президенттің өзі нақты айтып өтті ғой. Бұл инвестицияға қатысты жаңа министрлік құрудың қажеті жоқ шығар деді. Дей тұрғанмен көзге оттай басылатын нәрсе, елімізде бірде-бір мекеменің атауында инвестиция деген сөз жоқ. Тіпті инвестиция деген Қазақстанда бір жетім баланың күйін кешіп отыр деп мемлекет басшысы премьер-министрге 10 күн ішінде осы инвестиция тартуға байланысты нақты жоба жоспар беріңіз деген тапсырма қойды. Мінекей 10 күнде өте шықты, енді оны бір нәтижелі дүние болады ғой деген біз ойдамыз. Өйткені расымен де инвестиция тарта алатындай бізде тау-кен дейміз, мұнай саласы болсын, туризм болсын, басқа болсын, бізде әлеует жетерлік. Тек соны алатын, жүзеге асыратын азаматтар, жүзеге асыра алатын басшылар керек әр өңірде. Уағында білеміз, осы инвестиция тарту бұл облыс әкімдерінің бір KPI-на енгенде өзіміз көзімізбен көрді, я? Енді инвестициядан бөлек, бұл енді мемлекетке келу керек дүние ғой. Ал енді халыққа тікелей келу керек бір тағы бір үлкен сала бар. Яки бұл нақтылы экономикаға қаржы салу. Нақтылы экономикаға қаржы салу бұл жаңа жұмыс орындары, бұл жалақы, бұл әлеуметтік жағдайдың жақсаруы. Нұрлан мырза, президент былтыр айтты, биыл тағы да шегелеп жеткізді. Бұл банктердің мәселесі. Екінші деңгейлі банктер, президент айтты. Екінші деңгейлі банктер нақты секторға белсенді түрде қаржы салу керек деді. Бұл жұмысты көпке созбай қабылдау керек деді. Себебі біздің банктер экономикаға несие бергеннен гөрі қаржылық тәуекел төмен бағыттарға ақша салғанды жөн көреді. Ұлттық банк пен үкімет банктердің ақшасын экономикаға барынша тартудың тиімді тәсілін қабылдауға жетті. Яки мынау тәуекел төмен бағыттар дегеніміз не? Яки біздегі банктер қарапайым халыққа несие беріп, еселеп оны қайтарып алған жөн көреді. Ал бірақ сол банктер, біздегі екінші деңгейлі банктер өзінде бір қаражатты дұрыс қолдана алмай банкротқа жақындаса, біз не істейміз? 30 жыл бойы жүгіріп барып мемлекеттің ұлттық қордың қаржысын саламыз, оларды құтқарып аламыз. Мысалы, банк саласы бойынша жаңа заң жобасы мәжілісте таныстырылып өтті. Сол кезде мен мәселе көтердім. Оны уәкілетті органда мойындады. Ресми дерекке қарасақ, бізде 2009 жыл мен 2020 жылдың арасында екінші деңгейлі банктерді құтқарып қалуға 8,2 триллион теңге жұмсалған. Соның тек 1,9 триллионы ғана қайтарылған ғой, қалған 3,0 жоқ. Міне мәселе қайда жатыр. Және жаңа келген заңның ішінде уәкілетті орган айтады, енді біз елдегі ең үлкен банктерді осылай қиналса, банкротқа жақындап қалса, құтқарып алу үшін бәрібір ақша салауымыз деген норманы енгізіп отырмыз. Өйткені олар жабылып қалатын болса, миллиондаған адам салымшысы бар, ол үлкен бунт туғызуы мүмкін дейді.
бірақ заңды сауал туады. Егер миллиондаған адамның салымшысы болып, оның қаражатын ала тұра, сол қаражат тиімді игеріле алмаса, онда ондай банкті құтқарудың қандай қажеті бар? Ондай банк нарықта қалай жұмыс істей алады деген үлкен сауал бар. Сондықтан да сіздіңше міне президент айтып отыр, екінші дәрежелі банктер нақты секторға қаржы бөлу керек, халықты несиелендіре бермеу керек, халықтың жағдайын қиындата бермеу керек деп отыр. Оларды міндеттеу үшін қандай тетіктер қолдану керек сіздіңше, Нұрлан мырза? Нартай мырза, мен бірінші жаңағы осы сіздің сұрағыңызға жауап беруден бұрын жаңағы алдындағы айтып өткен мәселеге инвестиция туралы екі ауыз. Бірінші осыдан бастайық, сосын инвестицияға келеміз. Банкіге ма? Онда банк туралы айтатын болсақ, ол да өте орынды айтылған. Шын айту керек, банкіні банкі болу үшін ұстау керек емес қой. Біз қанша рет бұрынғы президенттің кезінде де банктерге көмектестік. Енді ол банк не үшін көмектестік? Ол банкты сол қиын кезеңдерде жаңағы тұрып қалмасын, тұралап қалмасын, ол жаңағы банк жұмыс істесін, жаңағы әлемдегі ірі банкілердің қатарына жетсін. Сондықтан біз ол банкі біздің ел экономикамызға үлкен көмек көрсетсін деп мақсатта істелінген еді. Бірақ іс жүзінде қалай болып отыр? Әлі күнге дейін бізде мысалға банктерде қарапайым кәсіпкерлерді болсын, басқаны болсын несиелеу енді өте қорқынышты. Проценті өте үлкен жоғары. Енді оның неше түрлі жолдары бар. Ал енді бірақ айтайын дегенім, сол банктер осыны сезіну керек қой. Содан кейін ол банктерді жауапкершілікті сезіну керек олар. Сезіну керек. Енді өте қатты сезіну керек. Бұл біздің экономикамыздағы ең үлкен рычагтардың бірі. Ал енді сол банкті өз деңгейінде тиімді жұмыс істеп жатыр ма? Олай істеп жатқан жоқ па? Сондықтан оны қазір менің ойымша қазір бүкіл егерде осы айтылған мәселеге байланысты банктерді бұлай дұрыс қарап, бұлайша айтқанда ревизия демей қой, жалпы олардың бәрін талдау жасап, олардың әулетіне қарай қалдыратын қалдырып, қалдырмайтын нету керек. Содан кейін қайтадан банктерді болмаса жаңағы халықаралық банкілермен бірлесіп жұмыстар жасау керек. Әлемдік тәжірибені алу керек қой, оның бәрін қарау керек қой. Ал енді біз алып айналдырған жаңағы 5-6 шақты банкіні өліп, олар жылда банкротқа ұшырап жатса, біз оны қайта көмектесіп, ол не үшін олай істейміз? Ол банк деген негізі ішкі экономикамызды бүкіл үнемі жаңағы қаржыландырып тұрып, қаржыны алып беріп, оны жұмыс жасату керек. Яғни өз күнін өзі көру керек. Өз күнін өзі. Ол сол күні ол өзі үшін өз күнін өзі көреді ғой. Бұда таң қаласын, қалайша ол сонша жаңағы пайыз қойып отырып, өз күнін өзіне жетпей қалу. Ол наоборот, ол пайыздармен басқа елдерде үлкен экономиканы көтеріп отыр. Жақсы, түсінікті. Енді жаңағы инвестиция туралы екі ауыз айтып бердім мысалға. Бізге жаңағы Алсұбек мырза өте дұрыс айтты. Бірақ мынау бізде қандай? Біз мынау сырьевой дейміз ғой, мынау өндіріскен қазба байлықтарымыз күйінде ғана шетелге сатып, сол үшін инвесторлардың күшімен жаңағы қазба байлығымызды әшейін тікелей сатқанын, ол уақыт уже ол заман өтті. Біз қазір басқа деңгейге өтуіміз керек. Қазір ең құрғанда айтатынымыз, қазір ертең оны Құдайға шүкір астық жақсы шығып тұр ғой. Бидайымызды алдымыз ғой. Бидайымызды аламыз да сата саламыз. Ол болмайды ғой. Оны мысалға айталықшы, қасында көршіміз мына Өзбекстанға қарайды тағы да. Олар бидайды өңдеп, әр түрлі ол жаңағы ұн шығарып, ондан кейін неше түрлі нанның түрлерін шығарып, оның жаңағы ол шындап келсек бидайдан нанның былай нан деген емес қой, макароны бар, басқасы бар. Толып жатқан тағы қосымша өнімдер шығарып, сатсақ, біз ана бидайды 3 есе 5 есеге көтерерік. Біз аламыз да жаңа өсірген бидайды, еңбекпен өсірген бидайды аламыз да болмайтын бағаға сатып жүреміз. Бір. Сондықтан соның бәрін саралау керек. Әр қазба байлықтарымызда да сондай. Бір жаңағыдай көбірек өндіріс орындарын ашу керек. Біздегі табылатын, толып жатқан әртүрлі металдыға байланысты сол. Осы мәселені айтайын деп едім. Жақсы. Сонда өндірісті дамыту керек. Жақсы, рахмет. Біздегі тағы бір өте маңызды мәселе осы. Біз табыс табуды айтып жатырмыз, инвестиция тартуды айтып жатырмыз, азаматтардың әл-ауқатын көтерудің міндеттемесі туралы айтамыз үнемі, Асылбек мырза. Бірақ біздегі ең үлкен проблема осы саладағы біз халықтың арасында бір қыжылы бар қағытпа да айтылады ғой. Бізде зейнетақы 1 теңге қосылса, азық-түлік 10 теңге қымбаттайды дегендей. Яки инфляция. Президенттің өз жолдауда айтты. Қазіргі басты мәселе жоғары инфляция, экономикалық көрсеткіштер мен халықтың табысын жұтып қойып жатыр деді. Онда дайын тұрған шешім жоқ. Бұл көптеген мемлекет бетпе-бет келіп отырған түйін мәселе бәріне ортақ болғанымен ол біздің жағдайда айрықша сезіліп отыр деді президент.
Және қиындықтар күні кеше пайда болған жоқ, оны шешу үшін әлемдік озық тәжірибелерді ескеріп деді. Жұртқа ұнай бермейтін шаралар қабылдауға және оның жауапкершілігін көтеріп алуға дайын болу керек деді. Қымбатшылық мәселесін шешу үшін біз қазір үкімет не істеу керек? Асылбек мырза, екеуіңізге ортақ сұрақ. Және президент айтып отырған жұртқа ұнай бермейтін шаралар қабылдау керек дегеніміз ол. Қандай шаралар сіздерше? Асылбек мырза, сізден бастайық. Менің ойымша енді инфляция деп бастадық қой сұрақты. Бұл осы 22-ші па 23-ші жылы бұл Қазақстан бойынша 20-да 3% пайыз болды. Ал қалған жылдар өздеріңіз білесіздер 10%, 8% маңайда, 8,5%. Сондықтан көп салалық ұйымдардың келісім шарттарында, ұжымдық келісім шарттарда бұл мәселелерді көтеріп жүр қазір халық. Еңбеккерлер сол жерде айтылады. Мысалға жылдық жаңағы инфляцияның көлеміні жылдың басында сол айлықты көтеру керек мәселесі. Сол пайызға. Мысалы 10% болды ма 10%-ға. Мұндай шет мемлекеттерде, мысалы біздің Түркия мемлекетінде бар. Мысалға. Мынандай бір информация бар. Соңғы 1-2 жылдың көлемінде 22-23 жылдары сол көлемі Түркияда 60-65% болды 2 жылға қатар. Сол 60-65%-ға ол жерде айлықтар бәрі көтерілді. Бізде ондай заңда жоқ, мысалға. Соны біз заңға кіргізуіміз керек па, еңбек кодексіне кіргізу керек бұл мәселелерді. Ұжымдық келісім шарттарда, салалық келісім шарттарда біз оны айтып жүрміз, ол мәселені. Екінші мәселе, жаңағы бұның енді бағаның көтерілуіне байланысты, бұл әрине бүгінгі таңда өте жоғары көтеріліп кетіп жатыр. Өйткені оныңда жаңағы сол дайын өнім шықпағаннан кейін, шикізат ретінде біз сатып атқаннан кейін өзіміздің өнімдерімізді соған байланысты деп ойлаймын. Жұртқа ұнай бермейтін шешім дегеніміз қандай шара болу керек? Енді жаңа мен айтып кеткен сол индексацияны, сол инфляцияның көлеміне жыл сайын үкімет тарапынан егерде мысалға біз мынау жаңағы денсаулық саласы болсын, біздің әлеуметтік салаларға жыл сайын президент шешімімен сол біз көтеріп жатырмыз ғой айлықты 20-25%-ға дейін. Сол сияқты барлық жерде де көтерілу керек. Бұл зейнетақы да солай көтерілу керек. Басқа мәселелердің де жаңағы әлеуметтік шараларды біз сол ретке келтіруіміз керек. Жақсы. Инфляцияның көлеміні көтерілу керек. Жақсы. Нұрлан мырза, қалтаның жауы қымбатшылықты қалай жеңу керек сонда? Енді мысалы қараңыз. Және мына шешім қайсысы жұртқа ұнай бермейтін шара деп қандай шаралар қабылдау керек үкімет қазір? Бұл жерде мүмкін мынау әлеуметтік мәселе жөніндегі беріліп отқан төлемдерге байланысты оның жаңа бір шарасын ол да айтып қалды ғой, мынау масылдықты жою керек деп, масылдықты жою керек деп. Сонда шын мәнінде бар ғой, анау нелер фактілер болды ғой, анау жаңағы зәулім үйі бар, машинасы бар, бәрі жұмысы бар адамдар, кейбіреулер әлеуметтік көмек алып жүрген ондай фактілер сондай болған ыңғайсыз жағдайлар бар енді. Ол енді бәрі емес қой, бірақ сондай моменттер бар. Екінші, мынау ысырапшылдық. Бізде үнемділік жоқ. Мысалға мынау әшейін ауыз суды алайықшы, ауыз суды алсақ, өткенде бір жаңағы досымыз жаңағы мысал келтіріп айтып жатыр. Әшейін біз ауыз суды, пәлем қымбат ауыз суды ашып қоямыз да, әшейін тісімізді жуып жатсақ, кранды ашып қойып, жаңағы жуып, ол су жаңағы ағып жатыр. Сол сияқты ысырапшылдық деген әр салада бар енді. Сондықтан ол мәселелерге бұдан жаңағыдай жай айтып қоймай, бұл туралы өз салалық жаңағы кәсіпорындар, басқалар, насихат жұмысы, басқа жұмыстардың бәрін нету керек. Сондықтан. Ал бірақ енді егер де дәл қазіргі күйде кететін болсақ, ол жасыратын жоқ. Ұнамайтын нәрсе қазір коммуналдық төлемдер тағы да қымбаттайды. Тағы да басқа мәселелер болады. Инфляция ары қарай кете береді. Бұл тоқтаусыз кете береді. Оны ашық айту керек, оны жасырып, жауып, ертең осыны ана жерден тоқтатамыз, мына жерден тоқтатамыз деген. Сондықтан бұның қайнар көзіне бару керек. Сондықтан бұл неден туындап жатыр, неден болып жатыр. Біз айта береміз ғой, мынау шынында да үлкен мәселе бар енді, мысалға геосаяси жағдай, халықаралық жағдай, басқа мәселе. Енді ода себеп салдарлар бар. Бірақ біздің өзіміздің ішкі реттейтін мәселеміз көп. Жақсы. Осы қымбатшылықпен жаңа өзіңіз айтып қалған тарифтің мәселесіне келетін болсақ, Асылбек мырза, мемлекет басшысы айтты ғой, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен су инфрақұрылымын жаңғырту тұрақты дамудың негізгі факторы дейді.
үкімет пен жергілікті атқарушы биліктің әрекетсіздігі салдарынан деді. Міне, еліміздің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы ондаған жыл бойы қараусыз қалып, бірте-бірте оның жай-күйі өте мүшкіл жағдайға жетті дей келіп, тарифтер өскен сайын халыққа сенімді әрі сапалы қызмет көрсетілуге тиіс деді. Біздің елде тұрақты жүретін бір ғана процесс бар шығар, бұл кез келген қызметтің қымбаттауы ғой. Бірақ мемлекет басшысы айтып отқандай, халыққа сенімді әрі сапалы қызмет көрсетілу керек. Міне, сіз бүгін 5 теңге емес 10 теңге төлесеңіз, сізге сол 10 теңгеге сай 2 есе жоғары қызмет көрсетілу керек. Өкінішке орай біз енді дәл осы мынау коммуналдық шаруашылық деңгейінде бұны көрмей жатырмыз ғой. Жол қираған, құбырлар жарылады, су жетпей қалады, жылу жетпей қалады. 2 жыл бұрын Астананың өзінде қара су болмай, жаңағы әбден халықтың ашынғаны бар, көше жабуға дейін барды көпшілік. Енді қаланың қақ ортасы сусыз қалған ағайын қайда барады енді? Мәселе осында жатыр. Дәл осы біздегі тарифтердің қымбаттауы мен сапаның, көрсетілетін сапаның үйлесімін қалай табуға болады сіздерше? Енді менің ойымша, бұл біріншіден біз енді үкімет пен жергілікті атқарушы органның әрекетсіздігі екенін президент айтып отыр жолдауда. Бұл жерде енді бір мәселені айтуға болатын шығар. Мысалға бұл бюджет саласында. Өйткені қалай болғанда да ол жергілікті әкімшіліктер, мына үкімет бұл бюджетте биыл тапшылық болып жатқаны белгілі. Биылғы жылда айтатын болсақ. Сондықтан біраз жыл болды оған. Қаражаттың жетпеуі осыған да байланысты әрине. Сол үшін президент жаңа басында айтып кеттік қой, жаңа туризм саласына, басқа жаңағы біздің инвестиция тарту керек деп, бұны жергілікті әкімшіліктерге бәрі тапсырды. Бүгінгі таңда әкімдер сол олардың жаңағы өзіңіз айтып отқан KPI, оның жұмысы бәрі соған байланысты болады біріншіден. Қалай инвестиция әкеледі, қайдан әкеледі. Оған жергілікті жаңағы өзіміздің кәсіпкерлер бар. Шетелден келе ме? Сондықтан бұл жаңағы сіз айтып отқан сұрақтарды жақсылап шешу үшін оған көп қаражат керек. Мысалға, соның шешілмей атқан бірінші басты менің ойлаймын, соның себебі сол қаражаттың жоғынан. Сол шығар деп ойлаймын. Екіншіден, енді әрбір аймақтардағы мысалға жағдай әртүрлі ғой мысалға. Соған да байланысты болады. Өйткені кейбір жерде үлкен өндіріс орындары бар. Үлкен жаңағы кәсіпорындар бар. Оларда мысалға түсіп жатқан қаражаттарды сол жаңағы сол бағытқа жұмсау керек. Мысалы, егер де біз қарапайым халықтың жаңағы жағдайын жасамасақ, олардың жаңағы айлықтарын көтермесек, егер де жаңа өзіңіз айтып отқан мәселелерді шешпесек, ол халық түсінбейді бүгінгі таңда. Сондықтан біздің басты мақсатымыз бұл жолдаудың да, мемлекет басшысының, үкіметтің де айтып отқаны, қарапайым халықтың, біздің жаңағы азаматтардың әл-ауқатын көтеруіміз керек қой, бірінші бұл мәселе. Бәрі соған келіп тіреледі. Сондықтан ең басты жаңағы президенттің айтып отқан жолдауындағы бәрі айтып отқан жаңағы мәселенің түбірі сол қарапайым халықты, біздің азаматтарымыздың әл-ауқатын көтеріп, біріншіден мемлекетіміздің жағдайын жасауымыз керек. Сол үшін экономиканы көтеруіміз керек. Онысы бәрі де болмайды. Сондықтан бүгін бәріміз бір жұдырықта жұмылып, сол мәселелердің басында жүруіміз керек. Сол үшін біз енді парламентте бәріміз әріптеспіз бүгін осы отырған, соған заңдар қабылдауымыз керек. Өйткені сол жаңа банк мәселесінің де шаруасы қарап жатқанымыз, бүгінгі жаңа жасанды интеллекттің ең басты біздің тақырыбымыз. Оның барлығы сол еліміздің қарқындап дамып, әрмен қарай жаңағы жақсарып, әл-ауқатын халықтың көтеруге соған тырысып бағуымыз керек. Жалпы қаржы дегеннен шығады. Негізінде қаржы баршылық. Тіпті біз жергілікті жаңағы аймақтар, өңірлер республикалық бюджетке қашанғыдай қол жайып отырмасын деп, бюджеттің 4 бөлігін біз жергілікті жерге бердік. Ауыл, аудандар өздері қаржы алады, мүлік, көлік салығы дегендер өздеріне қалдыра алады. Осы тұрғыда мемлекет басшысы осы жолдауда нақты айтып өтті. Кейбір облыс әкімдері корпоративті салықтан түскен қаражатты көше бойындағы тас тақтайшалар салу сияқты тиімсіз жобаларға шашудан әріге бармайды дейді. Расымен осы өңірде қалған ақшаны жұмыс орындарын ашуға, басқа да бір маңызды әлеуметтік салаларға салса, халықтың ол жақтағы жағдайын жақсартуға олар тиісінше халық табыс табады, тиісінше жаңа орталыққа кететін урбанизация процесте сәл болса да тежелетін бет деген ой келеді. Осы корпоративті салықтан түскен жалпы бюджеттің қаражатына үнемсіз қараған, президенттің өзі ашық айтып отыр ғой, Нұрлан мырза, жергілікті атқамінерлерге тиісті шаралар жеткілікті деңгейде қабылданып жатыр ма сіздіңше? Президенттің сынына тіке ілігіп отыр. Жоқ әлде әлі де қатаңдата түсу керек бұл дүниелерді?
Сіздің ұсыныс қалай, пікір қалай? Бұл жерде Үнемшілік қой енді. Үнемшілік. Енді қараңыз, мынау коммуналдық шаруашылыққа біз басты мән беруіміз керек. Бізде оған жүрдім-бүрдім қарады. Президент өте дұрыс айтады, жаңағы көп жылдар бойы. Шыны мәнінде ол коммуналдық шаруашылық. Мен мынау нелерге көптеген елді аралап, тесттерде болдым. Сонда қарағанда өзі ол кәсіпорынды тұрақты жұмыс істеу үшін оның жаңағы графигі жасалып, қай уақытта тоғы жүргізілу керек, қай уақытта қайсыны ауыстыру керек, қайсыны істеу керек, анау мынау деген сияқты сондай бір соны жүйелі түрде мамандар қарап соны уақытылы істеу керек. Енді ең элементар нәрсесін айтып отырмын. Сонда солар сауатты мамандармен дұрыс істелінбеген. Сондықтан анау корпоратив салықпен көп нәрсе шешуге болады ғой дейсіз ғой. Салық берілген ақшаның өзін соған жаратпаған, тиімді жаратылмаған. Сондықтан мен айтатыным, қысқаша айтатыным, ол енді саласы көп зиянды. Соның бірі жемқорлық. Мынау пока осы салада, коммуналдық хозяйствода, басқа салада жемқорлық жойылмағанша мына мәселе тоқтамайды. Енді мына суға келейік, басқаға келейік. Өзіңіз білесіз, жаңағы таза су, ауылды сумен қамтамасыз ету, қаншама жоспарлардың бәрі алды да, пәлен трубалардың бәрі көміліп жатыр, бірақ ауылда су жоқ. Қаншама қаржы желге ұшты. Сол сияқты, сондай мына коммунальный хозяйствоға бұл бір ірі сала деп қарамайды, бұған жөн-жосыз қарайды да, аяқ жағында зардап шегеді. Енді мен басқа мысалға Теміртаудағы тесттерді көрдім. Оның жартысы мына қалаға жылу береді. Солар келетті, жаз бойы жаңағы ремонт жұмыстарын жүргізбейді, берілген қаржыны тиімді пайдаланбай келетті, қысылтаяң кезеңде халықтың шулауымен акиматтан тағы қаржы бөлдіреді. Сөйтеді, ол қаржыны тағы да тиімді пайдаланбай жаратады. Сондай мәселе повсеместно сондай болып кеткен мәселе ғой. Жақсы. Енді бізді көріп отырған көрермендер бір студияда депутаттар жиналып пікір алмасып жатқан кезде, жолдау туралы айтып жатқан кезде бір тақырыпты айтпаса түсінбеуі мүмкін. Ол не? Ол мемлекет басшысы айтып өткен парламенттік реформа мәселесі. Мемлекет басшысы айтты, бүгін елімізде деді, көп замай бір палаталы парламент құру туралы бастама көтергім келеді деді мемлекет басшысы. Бірақ осы бастама айтылған кезде енді Қазақстанда бітті бір палаталы парламент болады екен дегенде ақпарат тарап кетті. Бұның басын ашып алу керек, ардақты көрермен, ардақты ағайын. Мемлекет басшысы айтты, бір палаталы парламент құру деген мәселені бір жылда алдағы сарапшылар ортасымен, эксперттермен алдымен талқылауымыз керек деді жан-жақты. Талқылағаннан кейін барып, бір жыл уақыттан кейін 2027 жылы жалпыұлттық референдум өткізуге болады деді. Яки Қазақстанда бір палаталы парламент болу керек пе, жоқ па деген. Содан кейін ғана барып Конституцияға тиісті өзгерістер енгізуге болады деді. Неге? Себебі мемлекет басшысы ары қарай бұл бастамасында айтты. Мен мемлекеттің тағдырын айқындайтын барлық мәселе халықтың келісімімен ғана шешіледі деп бұған дейін бірнеше рет айттым. Егер бір палаталы парламент құру қажет деген ортақ шешімге келсек, халықпен бірге, ондай парламентті тек қана партиялық тізім бойынша сайлаған жөн деп санаймын деп және де шегелеп айта кетті. Енді референдумға дейін неге сарапшылар да қазір талқылап жатыр. Сіздерге де осы сауал тастағым келеді. Қазақстанда парламент бір палаталы болу керек па? Егер солай болған жағдайда, егер сіздер сондай пікірде болсаңыздар, онда сіздер қандай нәтиже күтесіздер бұдан ел үшін? Асылбек мырза, сізден бастайық. Енді бұл пікіріңізден бастайық, нәтижені айтыңыз. Менің пікірім, бұл өте орынды ұсыныс болды ғой деп ойлаймын президенттің тарапынан. Бұл мәселе көптен бері көтеріліп жүрген Қазақстанда да. Бұл унитарлық мемлекет болғаннан кейін, бұл басқа шет мемлекеттердің де тәжірибесіне қарап отырып, бұл өте дұрыс қой деп ойлаймын, өз басым. Енді әрине, өзіңіз жаңа айтқан сөздеріңізде жауабында айтып кеткен сияқтысыз. Бір жағынан, екінші жағынан, ол біз көрдік қой, екі палаталы, оның президент өзі айтып өтті. 10 жыл бойы сол сенатты басқарған, бұл сол кезде керектігін, қазіргі таңда осында бір өзгерістер болса, оң өзгерістер болса, ол біздің мемлекетімізге пайдалы болатынына мен өз басым сенімдімін, былайша қарағанда. Бірақ енді расында да ол бір күннің мәселесі емес, бір жылдан артығырақ уақыт бар. Осы халықтың арасында халықпен шешіп, біздің ата заңымызда да жазылған ғой, билік халықтікі деп. Сондықтан халық шешу керек. Оны референдумға шығаратынбыз дегеніміз. Ол өте орынды ғой деп ойлаймын.
Иә. Ал енді Күтетін нәтижеңіз. күтетін нәтиже, енді бұл жаңағы партиялық список, партиялық тізіммен деп айтып отыр ғой. Бұл дұрыс сияқты, менің ойымша. Бұл жерде жаңағы енді бір тағы да бір айта кететін мәселе, біз сайлау боларда сайлаудың өткізетін кездерде мына орталық сайлау комиссиясы бар, басқа халық бар. Қазір мынау сайлау туралы заңға да өзгерістер кіргіземіз деп сондай Заң жобасы келді ғой. сонда ұсыныстар бар ғой сондай. Сондықтан сол кезде бұл әділетті жаңағы Қазақстан құрамыз деп жатырмыз. Сондықтан бәрі сайлау әділетті өтсе, біздің жаңағы бүгінгі осы тіркелген партиялар, бұл жаңадан да тағы партиялар қосылуы мүмкін. Солар таза жаңағы осындай бір сайлау өткізіп, бәр халықтың ойынан шықсақ, сол дұрыс деп ойлаймын. Сондайға тырысып бағуымыз керек бәріміз. Таза сайлау өткізуіміз керек. Халықтың ойынан шығуымыз керек. Жақсы. Нұрлан мырза, сіздің пікір. Бір палаталы парламент болу керек па Қазақстанда, және күтетін нәтижеңіз? Бұл әлемде бар тәжірибелер. Жалпы егер шындап келгенде біздің партияның бағдарламасында бар нәрсе еді. Бұл былай түсіндірейін бұны. Жолдаудан тарқатайық. Жолдаудан тарқатсақ та сәл әріректен алу керек, өйткені мысалға бұл біздің президентіміздің жасап жатқан көптеген саяси реформаларының жалғасы. Өйткені мысалға президент ықпалды парламент есеп беретін үкімет деді ғой. Дәл өзі. Сондықтан сонда бұрынғы кезеңде өзіңіз білесіз, алдыңғы біздің жасалған реформада, конституциялық реформада да мысалға бір адамға табыну, сол бір адамды алып, оны конституцияға кіргізіп, оны мәңгі бақиға қойдық қой. Соның аяғы не болды? Сондықтан біз алдыңғы жасалған реформада сол бір адамға табынуда бірінші алдық. Үлкен мәселе. Халық онша Супер президенттік жүйеден президенттік жүйеге өттік бірінші. Міне, осы басты мәселе. Бұл егер шындап келсек, революциялық өзгеріс деп алсаң да болады. Ал енді екінші, бізде қазір халық онша мән бермейді, оны сезініп жатқан жоқ, өйткені мынандай мәселе бар. Қазір бізді конституция өзгеріс бойынша жер халықтыңкі. Ал енді осы екі үлкен өзгерістің ары қарай жалғасы, міне қазір мынау билікті бір президенттің қолына бәрін беріп қою емес, қазір билікті біршама парламентке өткізу және олардың жауапкершілігін арттыру. Бұған біз тек қана жаңа айтқан бір жыл емес, біз қоғам да өзгеру керек. Бұған біз өзіміздің ойлау. Біз қазір көбісі ойлап отыр. Бұл қалай болады сонда ертең парламентте айталық жаңа 90 депутат жиылып алып, әрқайсысы ар тарапқа кетіп, осындай болуы мүмкін. Жоқ. Бұлда бізде параллельно қоғамда дамиды, бізде дамимыз. Мына жаңа айтып отқан заңдарымыздың бәрін өзгеріс арқылы шынайы билікті жаңағы мынау халыққа жақындату. Сондықтан бұл өте дұрыс. Бұл бастамаға демек қолдайсыз. Мемлекет басшысы айтқандай, бұндай тағдырлы мәселені тек қана халық шешеді. Басқа ешкім емес. Халық я десе я, жоқ десе жоқ болады. Бұл қатып қалған қағида. Сондықтан еліміздің, мемлекетіміздің тағдырына қажетті оң шешімдер қабылданады деген сол референдумда біз сенімдеміз. Жалпы осы бүгін жолдауда айтылған мәселенің барлығы, жаңа Асылбек мырза өзіңіз айтқандай, біз қай тарапын талқыласақ та түбіндегі түбір бір. Ол халықтың жағдайын жақсарту үшін жасалатын қадамдар. Сондықтан осы аталған мәселең бар, игілігімен жүзеге асады деген ойдамын. Сіздерге уақыт тауып келгендеріңізге алғыс айтамыз. Еліміздің, мемлекетіміздің даму жолындағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Ардақты ағайын, құрметті көрермен, ал сіздермен 7-ші арнадағы 7-ші студияда жолыққанша аман сау болыңыздар деймін.